Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздермен бірге бүгін мен Елубай Индира Елубайқызы, Ақтөбе қаласындағы 30-шы қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатты қорғау. Жүніс Сахиевтің Айдағы жасырын бақ әңгімесінің 4-ші сабағы. Сабақтың оқу мақсаты шығармашылық жұмыс, шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу. Оқушылар, барлығымызда Айдағы жасырын бақ әңгімесінің мазмұнымен толықтай таныспыз. Талдау жұмыстарын жасап, зерделедік. Ендеше, осы әңгімедегі басты проблемаға тоқталайық. Тақырыпты толығырақ ашу үшін мына бір берілген суретке қарап ой тізбектейік. Не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Табиғат, экология, статистика, жаңартылған технологиялық құралдар. Бейнероликке назар аударайық. Жер бетіндегі кез келген адам өз елінің ең дамыған, ең ауқатты көшбасшы мемлекеттер қатарынан көрінгенін қалайтыны сөзсіз. Дегенмен әрбір азамат өз елінің мұндай жетістіктермен мақтана алмайды. Мемлекеттің жемісті дамуы 3 компоненттен құралады. Олар әлеуметтік, экономикалық және экологиялық компоненттер. Соңғы 20 жылда қарқынды дамып келе жатқан жасыл экономика осы 3 құрамдас бөліктің өзара үйлесімде болуын мақсат тұтады. Соңғы кезде біздің әлемімізде экономикалық даму көрсеткіштеріне баса назар аударылып, табиғат пен экологияға көңіл бөлінбей қалды. Баюды аңсаған елдер табиғатты аялау қажеттігін естен шығарып алып жатыр. Өмір деңгейін жақсартуға экономиканың қосқан үлесі мол болғанымен, оның теріс салдары көп уақыт күттірген жоқ. Табиғат қорларының таусылуы, ауыз су тапшылығы, азық-түлік пен энергияның жетіспеушілігі, жер бетінің кейбір бөліктерінде жаппай көрініс алған кедейлік, жаһандық жылудың орын алуы, бұл табысты болу шараларының теріс салдарының бір бөлігі ғана. Теріс салдарының мол болуына орай экономиканың бүгінгі күнгі қолданыстағы моделі қоңыр экономика деп аталады. Біз бұл дәуірді тезірек артта қалдырып, болашақ туралы бүгіннен бастап ойлануға тиіспіз. Жасыл экономикаға өту үшін көптеген өзгерістерді жүргізу керек. Қазіргі уақытта әлем жасыл экономика бағытында өзінің алғашқы қадамдарын жасап жатыр. Мысалы, бүгінгі таңда қоршаған ортаны ластаған үшін кәсіпорындарға салынатын салық көлемі арттырылуда. Экологиялық таза өнімдер өндірісі ынталандырылып жатыр. Экологиялық қауіпсіз технологиялар жасалуда. Қоғамдық көлікті дамыту ісі, жаңартылатын энергия көздері мен энергия тиімді ғимараттар құрылысы қаржыландырылып отыр. Жасыл экономика тақырыбы бүгінде өте өзекті. Ол маңызды халықаралық форумдарды әңгіме өзегіне айналдырып отыр. Бұл мәселедегі белсенділік танытып отырған елдердің бірі Қазақстан. Еліміз көкейкесті экологиялық проблемаларды талқыға салған бірқатар халықаралық конференцияларды өткізген. Ал 2010 жылы жасыл көпір деп аталатын арнайы бағдарлама әзірлеп шыққан. Бағдарламаның көздеген мақсаттары өте ауқымды. Табиғатты қалпына келтіріп, зиянды заттардан тазарту үшін қандай орасан зор жұмыстың жүргізілуі керектігін елестете аласыңдар ма? Ал энергияның жаңа көздерін ашу үшін ғалымдар қаншама еңбектенуі тиіс. Мұның барлығы көптеген жылдарды қажет ететіні сөзсіз. Жұмыс халықаралық деңгейде бірлесіп атқарылу шарт. Әлем елдерінің бұл бағыттағы тәжірибесі мол. Өзге мемлекеттердің де аталған салада бөлісе алатыны көп. Ендеше күшімізді біріктіріп, міндетті неге бірге атқармасқа? Жасыл көпір бағдарламасы міне осыны көздейді. Қазақстан осы мәселені шешуде жасыл көпірге айналып отыр. Еліміз экологиялық проблемалардың шешілуіне бағытталатын инвестицияларда тартылуын мақсат тұтуда. Мұнай, су мен көмір тапшылығының орнын толтыру, су айдындарын тазартып, қауіп төндіретін атом электр станцияларынан бас тарту үшін біршама уақыт керек. Бірақ та бұл бейнет түбінде өз зейнетін берері анық. 2013 жылы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы әзірленген.
еліміз оның 3 кезеңінен өтуі керек. Біріншісі табиғатты қорғау. Бұл міндетті іске асыруды әрқайсымыз өзімізден бастауға тиіспіз. Екіншісі жаңартылатын энергия кезеңіне өту. Энергияны сақтайтын технологияларды ойлап табуға біздің де болашақта үлес қосатынымыз рас емес пе? Соңғысы үшінші өнеркәсіптік төңкеріс. Зауыттар мен аулаларымызда роботтардың жұмыс істейтін күні алыс емес. Ғалымдар одан да қызықты құрал жабдықтарды ойлап табуы да мүмкін. Ол енді уақыт еншісіндегі мәселе. Бүгінгі күнге дейін әлемде мұндай 2 төңкеріс орын алған. Бәлкім дамудың дәл осы тұжырымдамасы арқылы ертең Қазақстан үшінші өнеркәсіптік революцияны жасаған ел ретінде әлемге танылатын да шығар. Мінеки оқушылар, сендер жаңартылған энергия көздері, жасыл экономика, табиғат қуат көздері, күн, су, жел энергиясы деген ұғымдармен де таныстыңдар. Шығармадағы жалпы көтерілген мәселелер атмосфера, гидросфера, биосфера атты ауа қабаттары және де табиғатты қорғау. Шығармада Мергеннің әкесі ғарышты зерттеумен айналысады. Ол кісі айға кемемен ай табиғатына зерттеу жұмысын жүргізу мақсатында ұшып барады. Осы ғылыми зерттеу жұмысының дәлелдегені айдағы көлеңкенің қоюлығы атмосфераның жоқтығынан. Айдың да атмосферасы болған, мұнда бір заманда тіршілік қайнап жатқан. Айдың саналы тіршілік иелері атмосфераны ластаған, оның ыдырауына кеп соқтырған. Күн радиациясының электромагниттік ағымы, қысқа толқынды рентген және ультракүлгін сәулелер ғаламшар бетіндегі тіршілікті жойып жіберген. Осының салдарынан ай беті жалаңаштанып, қызыл-жасыл желек атаулы қурап, бұлақ, көл, теңіз бен мұхит уланып, ғарышқа ұшып кеткен. Қиыр ғарыштан қаңғып келген аспан тастары ай бетін әжімге, қазан шұңқырларға толтырған. Күнге жағы қурап, көлеңке жағындағы ішкі су мәңгілік мұз боп қатады. Ай өз осінен айналуын күрт баяулатады. Міне, осындай экологиялық апатқа ұшырайды. Айдағы тіршілік көзі де экологиялық апатқа ұшырады. Экология дегеніміз не? Организмдердің бір-бірімен және қоршаған ортамен өзара байланысының заңдылықтарын зерттеу экология ғылымының басты міндеті. Ал эколог маманының қызметі жер, су, ауа қалыптарын зерттеу. Ғарышты, табиғатты зерттеу барысында планетолог, эколог сияқты сұранысқа ие болған, таптырмас сирек кездесетін мамандық атауымен де таныс болдық. Айды қазақ халқы сұлулықтың эталон символы деп біледі. Шығармадағы үзіндіге зер салайық. Айдағы таңның атуы, күннің көтерілуі ұзаққа созылды. Ондағы жарты күн жердегі 2 аптаға тең. Оны бәріміз де білеміз. Біз жерден өләрі қарсаңында аттанғанбыз. Өләрі кезінде ай күн мен жердің арасында болады. Сөйтіп ол күнмен қабат шығып, бірге батады. Ал бірер күннен соң ай күннің сол жағына өтіп, жердің батыс жағынан қияқтанып көрінеді. Біз оны жаңа ай туды дейміз. Ал сол кезде айда шын мәнінде таң атып, күн шығады екен. Сартай екеуміз қазақ халқының оны ежелден ақ дәл білгеніне қайран қалдық. Оқушылар, ертеден бері қазақ халқы ауа райын үздіксіз бақылап келеді. Өйткені олардың көшпелі өмірі осы ауа райымен тығыз байланысты, әрі осы ауа райына тәуелді еді. Халқымыз жан-жануарлардың, аспан әлемдегі ай мен күннің, жұлдыздардың сипатын назардан тыс қалдырмаған. Өләрі деп 2 айдың аралығын атаған. Ескі ай мен жаңа айдың аралығындағы мерзім, уақыт, түн қараңғылығы, айдың көзге көрінбейтін 2 күні өләрі деп аталады. Міне, Мерген мен Сартай мінген кеме осы аралықта айға қарай беттеген екен. Келесі кезекте тапсырмалар.
Бірінші тапсырмада шығармадан алынған үзінділерден перифразды табу көзделеді. Перифраз терминімен оқушылар сендер таныссыңдар. Перифраз құбылыстар мен заттардың атын атап түсін түстемей, айрықша белгі қасиеттеріне негізде отырып ауыстыру тәсілі. Мысалы, орман патшасы, арыстан деген сөздің орнына. Дала кемесі, комбайн. Қара алтын, көмір. Міне, осы үлгіде келесі үзіндіге зер салайық. Көп кешікпей кемеміз ай бетімен жанасты. Тіршіліксіздіктің нағыз көрмесі сондай екен. Ай беті жалаңаштанып, шектен тыс қызып, жасыл желек біткен қурап, бұлақ, көл, теңіз бен мұхит уланып, ғарышқа ұшып кеткен. Жиегі қара пердемен тұтылғандай қап-қараңғы. Мерген, ей мерген деген хабар жетті шыны дулаға ішіндегі дыбыс қабылдағыштан. Келесі тапсырмамызға көшелік. Оқушылар, автор өз шығармасында әке сөзі арқылы болашаққа ой тастайды. Баласының қоршаған ортаға деген ойын өзгертеді. Табиғаттың болашағы сендердің қолдарыңда деп мергеннің әкесі аманат еткендей, егер де мен эколог болсам, Айдарымен шығармашылық жұмыс жазалық. Табиғатты сүю парыз, сүю үшін білу парыз, күзетінде тұру парыз деп шығармашылық жұмыстың ұраны етіп осы өлең жолдарын алайық. Мүмкін өлең жазарсыңдар, мүмкін мақала түрінде жазарсыңдар, немесе мәтін түрінде эссе жазарсыңдар, сөз кезегі өздеріңде. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ дегендей, осы табиғаттың бір бөлшегі ретінде, ой санасы дамыған, тілі бай, табиғатты қорғаушы ұрпақ ретінде сендер өз тілдеріңмен қалай жеткізер едіңдер? Ақиқат па жалған ба әдісі арқылы бүгінгі сабақта алған білімімізді тексеріп көрейік. Сендерге жалпы мәлімет берілген, сол берілген мәліметтің дұрыс-бұрысын ажыратыңдар. Бірінші, қоршаған ортаны ластаған үшін кәсіпорындарға салық салынады. Екінші, жасыл көпір бағдарламасы 2010 жылы құрылды. Үшінші, бейнет түбі зейнет. Төртінші, жасыл экономикаға өту тұжырымдамасы 7 кезеңнен тұрады. Бесінші, айдағы жасырынбақ әңгімесінде атмосфера, гидросфера, биосфера проблемасы көтерілген. Алтыншы, мергеннің әкесі жазушылықпен айналысады. Жетінші, планетолог деп жер, су, ауа ресурстарын зерттеу үшін айтамыз. Сегізінші, экологтың міндеті ғарышты зерттеу. Тоғызыншы, жасыл экономика дегеніміз табиғаттың қуат көздері, күн, су, жел энергиясы. Өте жақсы оқушылар. Бұл жерде жасыл түсті белгі берілген мәліметтің дұрыстығын, ал қызыл түсті белгі мәліметтің жалған екендігін білдіреді. Кері байланыс. SMS хабарлама түрінде. Бірінші, мен үшін бүгін қандай мәселе құнды болды? Екінші, себебі. Үшінші, келесі сабақта Айдарына өз ұсыныстарыңды жазып қалдырыңдар. Үй тапсырмасы. Ежелде ата-бабаларымыз аспан әлеміндегі ай мен күннің, жұлдыздардың сипатына қарап қалай ауа райын болжаған. Осы тақырыпта сыни зерттеу жүргізу. Бүгінге сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.